Ассалаумағалейкум қазақтарым. Мына сопыларға шайтанның шығарып берген ертегісін тыңдаңыздар. Мен сосын өз ойымды айтамын. Әжетханаға неге бас киімсіз кіруге болмайды? Бірде 4 жадиярдың бірі Әбу Бәкір Сыдық әжетханаға кіргенде қолында құрығы бар, ішінде малғұн отырады. Оны көрген Әбу Бәкір шошып кетеді. Ей малғұн, сен мұнда не қылып отырсың дейді. Сонда малғұн айтады: сен білмедің бе, мен Құдаймен жанжалдасқанда баспана қылып осы әжетхананы берген дейді. Ал қолыңдағы құрық не дейді? Ол құрық кімде-кім жалаңбас кіреді әжетханаға, мен соның ақылын ұрлаймын, оны Құдаймен ісін жоқ қыламын дейді. Әбу Бәкір 1000 жерден сыдық болса да, оған ешқашанда жын шайтандарды көретін, жын шайтандармен сөйлесетін қасиет бермеген Аллах. Бұның бәрі шайтанның сопыларға шығарып берген ертегісі болып табылады. Сондықтан да сенбеңіздер. Сопылар Құранға қарсы келеді. Бұл туралы мен өзімнің лекцияларымда Құран арқылы дәлелдеп берген бір емес бірнеше рет. Ешкімде ешқашанда ешқандай хадисте келмеген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам туалетте отырды деген. Ол кезде туалет болмаған. Жай далаға барып дәретке отырып жүрген. Мына бір бедуин кеп, мешітке кеп дәретке отырып кеткен естеріңізге алыңыздар. Неге дәретке отырды? Өйткені туалет болмаған ол кезде. Тек қана пайғамбарымыздың қайтыс болар кезінде адамдар оған 2 кірпіш қойып, артына қалқан қойып, дәретке отыратын жер жасап берген. Одан басқа туалет болмаған. Сондықтан туалет туралы келген хадистар, мына басқа да әңгімелердің бәрі де шайтанның шығарған өтірік болып табылады. Мына шайтан адамдарды, мына ғұламаларды, ғалымдарды бәрін ақымақ қылып, туалеттен орын алып отыр. Оны туалеттен қуып шығудың орнына біздің дүмше молдалар, дүмше ғалым шымақтардың бәрі де 1000 жыл болды. Керісінше туалетте Құран оқып, жын шайтанды қуып жіберудің орнына, керісінше үйінің төрінен жын шайтанға орын беріп қойды. Аллахтың құдіретімен ғана бұл дүниеде де, о дүниеде бәрі болады. Егер Аллахтың бұйрығы болмаса, бір емес миллион шайтанды отырғызып қойсаң да, саған ешқандай жамандық жасай алмайды. Сондықтан да алдыменен Құранды оқыңдар, шайтанның шарттарын айта бермей.